Баршаға сәлем, бұл Миратрикс. Осы шығарылымның кейіпкерін маған оқырманым тауып берді, үлкен рахмет, және күтіп қалғаныңыз үшін кешірім сұраймын. Ендеше көшейік сол кейіпкерге. Хоакин Рафаэль Феникс. Негізі ол 74-ші жылы туылған кезде, тыртығымен туылғанда, тыртығы бар мына жерінде. Туылғанда ол фамилиясы тегі, яғни отбасының Боттон болған, яғни түп деп аударылады. 70-ші жылдар хиппи мен түрлі түсініксіз ұйымдар кезеңі. Хоакиннің ата-анасы Құдай балалары деген сектада болатын. Алайда 78-ші жылы олар секта оларды өмірінің түбіне апара жатқанын түсінеді де, ол жерден шығып кетіп, тегін өзгертеді. Түсініп тұрғандарыңыздай, Феникс осындай жаңа өмір бастаймыз деген ниетпен. Жаңа өмір бастаймыз деп, Хоакиннің мамасы кастинг директор жұмысын тауып алады және балаларын кино әлеміне тарта бастайды, және де Хоакиннің өміріне үлкен бір үлес қосқан, өзінің ықпалын тигізген тағы бір адам, оның ағасы Ривер Феникс. Екеуі мансапты да бірге бастады. 82-ші жылы Хоакин мен Ривер 7 ағайынға 7 қалыңдық сериалына түседі. Хоакиннің ағасы мен қарындастарының аттары ерекше. Оларды қазақша аударғанда өзен, бостандық, жаз және жаңбыр болып аударылады. Және соларға тұтас болайын деп, Хоакин өзіне Лиф деген лақап атты болады. Лиф деген жапырақ. Қызықты факт, 97-ші жылы Хоакин Феникс Лив Тайлерді кездестіреді де, екеуі 3 жыл жұп құрады. Бірақ ол жайт әлі алда. 86-ші жылы Хоакин ғарыштағы пикник фильміне түседі де, киномансабын бастап кетеді. Бұл фильмнен кейін тағы 2 жобаға қатысады, олардың бірі Ата-ана деген фильм. Қырғын ақша жинайды да Хоакинге үздік жас актер деген сыйлық алып келеді. Ата-ана фильмінде ол тұйық, қысылған бір баланы ойнайды да, содан кішкене кинодан шаршап қалатыны бар. Ол әкесімен әлемді аралап, жаңа тілдерді үйренгісі келеді, және сол кино мансабын тоқтатайын дейді. Бірақ оның ағасы Ривер Феникс үйге ашулы бұқа, яғни Бешеный бык деген фильмнің кассетасын алып келеді де, соны інісіне 2 рет көрсетеді. Контекстіне тоқталайық. Ашулы бұқа фильмі үшін Роберт Де Ниро 20 килограмм салмақ қосып, бірнеше ай бокспен айналысқан. Оның актерлік шеберлігі көрермен түгілі сыншыларды тәнті еткен. Інісіне үлгі болсын деп, Ривер сол киноны Хоакинге көрсеткен. Және түсініп тұрғандарыңыздай, Хоакинге ағасының сөзі өтті. Ол киноны тастамаймын, ағам екеуміз бірге әйгілі боламыз, бірге қартаямыз, бірге атымыз шығады деген ниет пайда болады Хоакиннің өмірінде. Және де ол дегеніне жетеді, бірақ ол жеткені ағасының ажалымен қатарласып келгенін ол кезде ол білмейді. 93-ші жылы Ривер Феникс Джонни Депптің әйгілі Viper Room атты клубында Хоакиннің қолында қайтыс болады. Ағасын құтқарайын деген Хоакин Феникс жедел жәрдемге звондайды және сол оқиғадан кейінгі бірнеше ай бойы сол теледидардан Хоакиннің дауысын өте көп естиді жұрт, өйткені сол жазба Ривердің өліміне ассоциация болып қалады. Ал Ривер ол кезде дарынды жас актер, және де оның қайтыс болғаны жас актерлардың құмарлығына кішкене қоғамның назарын аудартады. Содан оны өте көп кинода көрсетеді, өте көп телевизордан көрсетеді бұның бәрін. Және сол жайттың бәрінен алыстайын деп, Хоакин отбасымен бірге Коста-Рикаға көшіп кетті. Біраз ай сонда тұрады. Және де Хоакиннің фильмографиясын ашып қарасаңыздар, 1-2 жыл ешқандай проекттер болмайды ода. Өйткені олар Коста-Рикада түсірілім жоқ, түсірілімге шама да жоқ шығар ол кезде. Сондай. Ағасынан айырылған Хоакин 95-ші жылы ғана киноға оралады да, не үшін өлуге болады фильмнің түсірілімінде Бен Аффлектің інісі Кейси Аффлекпен достасады да, екеуі қатты жақындасып кетеді. Ақыры Кейси Хоакиннің қарындасы Саммер Феникске үйленеді. Ағасы киноны тастама дегесін, Хоакин жаңа бір қарқынмен жұмысқа кіріседі, кем дегенде жылына 1 кинода түсуге тырысады, және көптеген жанрлардың дәмін көреді деген сияқты. Кейіннен 2000-ші жыл келеді. 2000-ші жылы Хоакин Фениксті бүкіл әлем таниды. Шыны керек, біздің буын Хоакинді бірінші рет сол 2000-ші жылы көрген десем қателеспейтін де шығар.
Гладиатор фильмінде Хоакин Номад деген кейіпкерді ойнайды да, ол рөл үшін Оскар, Алтын глобус, Бафта, Спутник, MTV Awards сыйлықтарына үміткер болады. 2001 жылы аты шыққан Хоакин Баффало сарбаздары деген фильмге түседі де, ол ақш-тың әскеріне сатира, пародия фильм. Бірақ өте бір күшті идея, прокатта 2 миллион жинайды. Мәселе киноның нашарлығында емес. Фильмнің тұсаукесері 2001 жылдың 9 қыркүйегінде өтеді. Яғни 2 күннен кейін 11 қыркүйек оқиғасы орын алады да, сарбаз туралы фильмді прокаттан алып тастауға тура келеді. Дегенмен, артынша Хоакин Таңбалар деген фильмде ойнайды, ол үлкен хитке айналды. Содан кейін Қонжық бауырым деген мультфильмде дубляжбен айналысады. Содан кейін Команда 49 деген фильмде өрт сөндірушіні ойнайды. Яғни Хоакиннің қарқыны түскен жоқ жаңа Баффало сарбаздарынан кейін. Команда 49 фильмі үшін Хоакин бірнеше ай бойы өрт сөндіруші болып жұмыс істейді да, шын өрттерді сөндіруге шығады. Өйткені сүйікті актері Роберт Де Ниро Хоакиннің орнында болса, тура солай дайындалатын еді. 2005 жылы Хоакиннің тағы бір хит фильмі шығады, атауы «Шектен шығу». Фильмде Хоакин әйгілі әнші Джонни Кэшті ойнайды, және де сол рөлге оны бекіткен Джонни Кэштің өзі. Кэш те Фениксте жас кезінде ағаларынан айырылған. Содан болар екеуі тез тіл табысып кетеді. Хоакин рөлге сіңген соншалық өз атын естігенде оған мән бермейтін. Өзі гитарада ойнап, әндерін өзі айтады. Come on, get a rhythm when you get the blues. Осы фильм үшін Хоакин қайтадан барлық сыйлықтарға үміткер болады, бірақ Грэммиді ғана жеңеді. Тағы бір өкінішті факт, Джонни Кэштің өзі премьераға дейін жете алмайды, өйткені 2003 жылы көз жұмады. Қайтадан Оскарға жете алмаған Хоакин жанрлар мен тәжірибелерін жалғастырады. Тіпті көңілдес деген романтикалық драмада түседі де өзінің романтикалық қырын көрсетеді. Ал сосын бүкіл киносүйер қауымды таңғалдырады. Леттерманның түнгі шоуына келген Хоакин Феникс, мен кинодан шаршадым, көңілім қалды, рэпке кетемін деп жария етеді. 2 жыл бойы Хоакин не бітіріп жатыр, немен айналысып жатыр, жалпы оған не болды деген сұраққа жауап табылмайды. Өйткені Хоакин шашын алуды қояды, қырынуды қояды, есінен адасқандай болады да. Және кейбір адамдар ағасы Ривердің артынан кетіп бір құмарлық тауып алды өзіне деп ойлайды да адамдар. Бірақ 2010 жылы «Мен әлі осындамын» атты фильм шығады. Режиссері жоғарыда аталған Хоакиннің жан досы Кейси Аффлек. Екеуі әзілдеп сондай бір идея тауып алыпты да, және де сол 2 жыл бойы Хоакиннің есінен адасқаны ол жай ғана рөл екен. Сондай бір әзіл оған Пол Томас Андерсон деген ақш-тың ең бір дарынды режиссерлерінің бірі назар аударады. Алдағы 4 жылда Хоакинмен 2 проект жүргізеді. Ал романтикалық қырын Хоакин 2013 жылы «Ол» атты фильмінде тағы бір рет көрсетеді. Онда Хоакин өте сыпайы кісіні ойнайды да, оның кейіпкері дыбысты көмекшіге ғашық болады. Көрмесеңіздер, көруге кеңес беремін. Ал Феникстің келесі үлкен бір хитін бәріміз көрген шығармыз, естен кеткен жоқ әлі. Ол әрине Тодд Филлипстің Джокері. Хоакин 24 килограммға жүдеп, бірнеше ай бойы Джокердің ерекше күлкісін дайындады. Оған қоса көптеген психологиялық кітаптарды оқыды. Оның мақсаты киноны психологтар қараса да Джокерге не болғанын анықтай алмасын дейді Хоакин. Бір сөзбен рөлге ерекше дайындалды. Өйткені фильмде Хоакинге рөлдерге қалай дайындалу керек екенін көрсеткен Роберт Де Ниро да түсті. Бұл жолғы дайындығы босқа кетпеді. Хоакин 3-ші реттен Оскарын алып кетті. Сахнаға шыққан Хоакин үлкен бір үндеу жариялады десек болады. Өйткені расизм, қоршаған ортаны қорғау, теңсіздік тақырыптарын көтерді. Және де соңында ағасының кезінде жазған өлеңімен аяқтады әңгімесін. Run to the rescue with love and peace will follow. Thank you. Осылайша Хоакин Джокерді ойнағаны үшін Оскар алған 2-ші актер атанды. Біріншісі әрине Хит Леджер еді.
Оскарды алдым деп Хоакин кішкене қарқынын бәсеңдетеді. Соңғы 4 жылда оның 2 ғана жобасы шықты. Олар Come on деген бір шағын ғана студияның фильмі, қара ақ түсірілген. Және бұның қорқыныштарының бәрі деген фильм бар, жақында ғана шықты. Екеуі де негізі фестивальдік кино. Биыл «Гладиаторды» түсірген режиссер Ридли Скоттпен қайта бірігіп Наполеон фильмін түсірді. Келесі жылы Джокердің 2-ші бөлімі шығуы тиіс, ал одан кейін «Гладиатордың 2-ші бөлімінде көріп қалармыз. Бүгінге осы айтайын дегенім сол. Келесі шығарылымда студияларға ең көп ақша алып келген актриса туралы айтып берем. Сондықтан каналға жылға кетіңіздер, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Көріскенше.